Қайырлы күн, сіздермен 5 сынып математика бұрыштар есебіне байланысты 1185 есепті қарастырамыз. 7-де 5 суретте НОП бұрышы А, Б, С, Д және Е нүктелері кескінделген. НОП бұрышына тиісті нүктелерді және тиісті емес нүктелерді атаңдар дейді. Бізде мына белгі мына белгі бұрыш, яғни мына белгі бізде бұрыш деген мағынаны береді. Бұл бізде бұрыш. Бізде мына бұрыштың атауын атайық. Бұрыштың төбесі дегеніміз ол, яғни мына О нүктесі. Бұл жазатын болсақ НОП бұрышы. Яғни мына ортада тұрған бұрыштың төбесі деп атайды екенбіз. НОП. Міне осы НОП бұрышына. Яғни бұлай жазам, бұрыш НОП-ға мен тиісті деймін. Мына белгі тиісті деген мағынаны білдіреді. Яғни мына дегеніміз тиісті деген мағынаны береді екен. Мында жазайын, мынау НОП бұрышына тиісті. Яғни мына үш бұрыштың ішінде қандай әріптер тұр? Бас әріппен. Соларды жазамыз. А, Б, яғни және С. А және Б, С бізде тиісті екен мына НОП-ға. Әрі қарай мына бұрыш НОП-ға тиісті емес. Мына белгі бізде тиісті емес деген мағынаны білдірді. Яғни мына жаққа жазып қоямын. Тиісті емес. Тиісті емес деп жазып қоямын. Тиісті емес бізде ол Е және бізде Д және болды, осылар бізде тиісті емес екен НОП бұрышына. Мұна бізде бұрыш деген мағынаны білдіреді. Әрі қарай бізде 1186 есеп. 7-де 6 суретте кескінделген бұрыштарды оқып белгіленуін жазыңдар дейді. Менде А, О, Б. Мен мынандай белгімді жазып қоямын. 1186 есеп. Бұрыш бізде А, О, Б. Ортада тұрған О, ол бізде бұрыштың төбесі екен, яғни ортада тұрады. Келесі бізде мына Д, О, Е де оқимын. Яғни бұрыш Д, О, Е де оқимын. Әрі қарай бізде бұрыш К, Л, Н. Бұрыш К, Л, Н деп оқиды екенбіз. Әрі қарай бізде 1187 есеп. ПС және СТ сәулелерін толықтауыш сәулелер түрде кескіндеңдер, жазыңқы бұрыш белгілеп, оның төбесін, қабырғаларын көрсетіп жазыңдар дейді. Бізде өздері айтып тұр, жазыңқы деп тұр, Мынау бізде жазыңқы бұрыш, ПС, СТ дейді, яғни С нүктесі бізде орта, мынау бізде жазыңқы бұрыш, бұл 180 градусқа тең, мынау П болса, мынау менде Т болсын, міне ПС, мынау Т дедік қой жаңа. Мынау бізде Т, міне жазыңқы бұрыш, ол бізде 180 градусқа тең, міне ПС және СТ. Әрі қарай бізде 1188 есеп АБ, АС және АД сәулелерін сызыңдар, пайда болған үш бұрыштың белгіленуімен жазыңдар дейді. Біз өзіміз сызып көрейік. Байқасақ АБ, АС, АД дейді. Бұлай мысалға мен мұнда салып көруге. Мен мұнда мынандай түзу салайын. АБ дейді, АС дейді және АД дейді. Мен бұлай жасайын және ортадан тағы да бұлай жасайық. Әрі қарай бұл бізде 1188 есебе. Бізде байқасақ барлығында А деген әріп тұр. Бұл бізде А төбесі болсын. Мынау бізде АБ болсын. Мынау асы болсын, ады болсын. Міне біз АБ, асы сәулелерін сызық және пайда болған үш бұрыштың белгіленулерін жаздық. Бізде мысалға үш бұрыш бізде Б,
АС деп жазуға болады. Мынау бұрыш белгісі САД деп жазсам болады. Немесе бұрыш ВАД деп жазсақ та болады екен. Әрі қарай 1189 есеп. Бұл бізде 1189. Жетіде жетінші суретте АА суреттегі ДОФ бұрышының градустық өлшемін жазыңдар дейді. Байқасақ, мынау бізде 180 градусқа тең, жалпы 180 градус. Біз оны белгіленуімен былай жазайық. Бізде бұрыш ЕОД ол бізде тең екен 40 градусқа дейді. Бізге ДОФ ЕОД бізде 40. Бізде енді былай жазайық, бұрыш ЕОД мен қосамын. Бұрыш бізде ДОФ-тің қосындысы 180 градусқа тең болуы керек. Менде бірақ мынау бар, оның орнына 40 қоям. 40 градус қосылған бұрыш ДОФ деймін, тең 180 градусқа. Енді жай ғана алып тастай саламыз. Сонда бұрыш ДОФ-іміз бізде 180 градус, азайтылған 40 градус. Сонда бізде ДОФ-іміз шығады. Бұрыш ДОФ сонда бізде 140 градусқа тең екен. Екіншісі бізде жалпы мыналардың анықтаймын. Әсі бізде мына жақта ДОН бұрыш қосамын. Келесі НОК қосамын бұрыш бізде КОФ екен. Енді қосайық бұрыштық градустарын. 40 градус қосамын 50 градус, қосамын 20 градус. Менде 40-қа 50-ді қосып алатын болсақ, мұнда 90, 90-ға 20 градус қосып алмасақ, жалпы бізде 110 градус екен бұл. Ал бұл жалпы бізде ДОФ бұрышын береді. Сонда бұрыш ДОФ бізде жалпы 110 градусқа тең болады екен. Әрі қарай 1190 есеп. Осы дейді бізде, осы сәулесі АОБ бұрышын бисектрисасы. Бисектриса дегеніміз ол берілген бұрышлы теңде екіге бөлінеді. Яғни АОсы бізде 45 болса, 45-тің дәл жартысы бізде 45-ке тең. Яғни сонда мен бұлай жазуыма болады. Бұрыш АОсы тең бұрыш СОБ деп жазсам болады. Яғни менде АОсы 45 градус қой. 45 градус тең екен 45 градусқа. Ал мынаны жоғарғы сыныпта өтесіңдер. АОБ деген ол менде 90 градус. Яғни тік бұрыш жасап жүреді. Жалпы менде бұл 90 градус құрайды екен. Әрі қарай екіншісі берілген бұрыштың бисектрисасы, оның қабырғасы 35 градусты құрайды дейді. Мысалға, мынандайда бір бұрыш салайында, оны біз 35 градусқа бөледі дейді. Ал бисектриса дәл 2-ге бөледі дедік. Яғни келесіде 35 градусқа тең екен. Сонда 35-ке 35-ті қосам. Мысалға, мынау А болсын, мынау Д болсын, мынау К бұрышы болсын, мынау С болсын. Сонда менде бұрыш ДАК бұрышы 35 градус қосылған 35 градус. Сонда ол бізде 70 градусқа тең болады екен.